не болып жатыр? Ona da таза болды. Bir жағынан айтуды ұмытып кеттім. Бүгінгі біздің балалар күніне барлық персонаждар бар, бірақ та жаңа клоун жоқ болғандықтан бәлкім осы баланы клоунның рөлінде шығайын деп ойлаған шығар, сосын сол персонаж болып отыр деп ойлаймын. Жалпы иә, істеп жатқан тілектері, айтып жатқан сөздері барлығы сол персонажға келеді. Сондықтан сол образда келді. Сізге несі ұнамай қалды? Жалпы өзін ұстағаны. Балаларымыздың дені сау болсын. Құрметті ата-аналар, мейлінше балаларға дұрыс тәрбие берейік, салт дәстүрді үйретейік. Біздің ертеңіміз ол біздің балаларымыз. Несерьезно. Маған ұнамай қалған кезде, маған ұнаған міндетті емес, маған келіп тұрған жоқ, слава богу. Бірақ енді халық көріп отыр деген сияқты, халыққа деген шамалы болсын сыйластық болу керек деп ойлаймын. Сіздің құрбыңызға келіп отыр. Иә, тем более менің құрбыма келіп отыр. Құрбыңызға не тілейсіз? Не жаль его, конечно. Жаль? Да. Енді полусумасшедший мен, не знаю, Қалайсыз, Мегбек? Саламатсыз, барлығы жақсы. Сізге үміткер келді. Негізі бұл жолы мен сарапшы болып келдім ғой. Негізі мүлдем күткен жоқпын, шынымен маған бұдан. Сол үшін жақсы білім беру керек, балаларды ұрса бермей, мейлінше жұмсақтық танытып, бірақ орны келсе міндетті түрде жеткізу формасы бар, оған да назар аударыңыздар. Балалардың мейрамы құтты болсын. Так, Алматыдамыз. По погоде Алматы мен Шымкенттің дым разницасы болмай жатыр екен, короче. Екі қалада жанып тұр. Күтпеген жағдай болды. Чувствомен бөлісе алмай жатырмын. Қуанып тұрмын ба, или таңғалып тұрмын ба, екі былай бір орташа түсініксіз сезім болыпты деп айтайын. Ұнап тұр негізінде шорты, қарапайым. Енді мен елдер сияқты жалпандай костюм алған жоқпын, киген жоқпын. Өйткені мен онда мерекелерді особо қатты тойламайды екенмін. Мүлдем тойламадың ба сонда? Жоқ, тойлаймыз ғой, мына балалар күні екен, мен өзім есім шыққыз бүгін негізі. Негізі балалар күнімен деп айтайын деген ғой. Бүгін сендердің мерекелерің. Ja, менің мереке емес, әрине мен жасым 22-де, бұл мекен. Сондай. Екен, бір-екі сағатта ұйықтадым да, эфирге баратырмын. Бүгін бізде эфир бүгін ерекше тематикада өтейін деп тұр. Көресіздер. Сол, көріскенше. Ал Нұрсұлтан барлығы бір балалар мерекесіне дайындалып, бір образ жасағанда, ал сен тоже футбол алаңына шықтың ба? Неге сенде үлкендерский образ? Менің бүгінгі стилім осындай, көшеде болады, бұзық қалды. Бірақ өмірді бұзық емес, бірақ сондай бір образ алған болатын. А так, менің бүгінгі образымнан ешқандай